Саламатсыз ба? Саламатсыз. Анар тәте, сіз бізге алоэ вераға қандай проблемамен келдіңіз? Мен проблемам өтте тас болды. Ол işte өтім басы қисайған. Басында үлкен тас болды, размері үлкен деді. И басында 3 тасы бар деп врачтар операцияға маған берді. Срочно операция қылмасаң болмайды деді. Мен как раз операцияға дайындалып жүгіріп жүрдім. Сонда Алматыда ағам бар. Алматыда ағам маған айтты: "Осы операция істетпе, ертеңгі күн сен қалай балаңды бағасың? Сені кім бағады? Сол үшін сен емделу керек, емделетін жол бар. Алоэ вера бар" деді. Ну, естественно, Заринаның нөмірін берді, сонымен алоэ вера іштім. Құдайға шүкір, Аллаға мың шүкір айтамын. Бір аптаның ішінде мен тастарым түсті. Тастарым түсіп, мен бері қарай жақсы болып кеттім. Қазір Құдайға шүкір өте жақсымын. Рахмет, алоэ вераны алып келген адамдарға да рахмет айтамын, шетелден жарымдар істеп жатқан адамдарға. И Заринаға да үлкен рахмет айтамын. Алоэ вера ішіңіздер, ол өте көмек береді. А вам вообще говорили операцию, да? Вы боялись, да? Енді бір ай болды, бір айда қазір неге қуаныштым. Я барып неге УЗИге барып